Неге Аляска Канадаға емес, ақш-қа тиесілі, ал Ресей оны не үшін сатты? 1850 жылдары Ресей, Британия, Франция, Осман империясы және Сардинияға қарсы Қырым соғысында жеңіліске ұшырады. Бұл жеңіліс Ресей империясының қарызға белшесінен батырып, оны төлеу қажеттілігі туындады. Осылайша, қарыздың бір бөлігін өтеу үшін Ресей Алясканы сатуды шешті. Ресей Алясканы Канадаға сатқан жоқ, себебі Канада ол кезде Британияның колониясы болатын. Алясканы Британияға сату Ресей үшін жауына үлкен жер бөлігін беру дегенді білдіретін еді. Оның орнына Ресей Алясканы ақш-қа сатуды жөн көрді. Өйткені Ресей Тынық мұхитындағы Британияның күшін теңестіруді қалады. Америка Алясканы сатып алудың көптеген экономикалық пайдасын көрді. Сонымен қатар ақш Тынық мұхитында Британияның күшейіп келе жатқанынан қауіптенді. Осылайша 1867 жылы Ресей Алясканы ақш-қа $7,2 миллион сатты. Бұл 1 квадрат метр үшін 0,0023 теңгеден келеді. Қызықты фактілерді біліп, танымында арттырғың келсе, осы парақшаға тіркеліп кет.